Ахмет Байтұрсынның бір ғана сөзі бар, осы есімдерге байланысты былай дейді: тән көмілер көмілмес еткен ісім дейді. Тән деген не? Марқұм қайтыс болғаннан кейін тәніңді алады да жаназатыңды жерлеп көме салады, болды. Тән көміледі, еткен ісің көмілмейді дейді. Мен емеспін ойлайтын бір күнгісін, жұрт ұқпаса ұқпасын бас тартпаймын, ел бүгін үшін, менікі ертең үшін дейді. Заманында Ахмет сияқтылар толып жүрген. Сол Ахметтердің жанында жүрген Ахметтер елде бүгіншіл де, солар бүгінмен ғана өмір сүрді. Ал Ахмет Байтұрсынұлы жоқ, маған бүгін керек емес деді. Мен ертең үшін өмір сүремін деді. Ертең деп отырғаны міне 23 жыл. Сіз бен біздің заманымыз. Биыл Ахмет Байтұрсынның атылып кеткеніне 86 жыл. 86 жыл өтсе де ұлт ұстазы халықтың махаббатына, сүйіспеншілігіне байланып үлкен ұстаз ретінде құрметтеп отырмыз. Міне, ертең үшін өмір сүрдім деген, ертең үшін қызмет қылдым дегені. Ахметте заманында бүгін үшін өмір сүрем деп мал жинап, дәулет жинап, білімін сатып, керемет үйде тұратын болса, комфорт үйде тұратын болса, мықты болатын еді. Шетелге кетіп қалуға мүмкіндігі болды. Бірнеше тілді білді, білімі бар. Кез келген мемлекетке тұрып, сонда қалып қалатын жағдайы бар еді. Бірақ кеткен жоқ. Қарапайым халықтың ортасында жүріп атылды, сотталды, ұрпақсыз қалды. Бәрін білді, атылып кететінді, сотталып кететінді, ұрпақсыз қалатын, ұрпақтарының қалған күнінде, ұрпақтарының жынданатынын, ұрпақтарының шоқынатынын, ұрпақтарының ұрыстанатынын бәрін білді. Бірақ сіз бен біздің ұрыстанып кетпеуіміз үшін, сіз бен біздің шоқынып кетпеуіміз үшін өзінің отбасымен, өзінің бала шағасымен, өзінің әулетіменен советтік билікке жауап беріп кетті. Көрдіңіз ба? Сонда Алаш кім үшін атылды? Не үшін атылды деген сұрақтың жауабына сіз үшін, мен үшін, ол үшін деп айтуымыз керек. Міне. Мынау өзбектерден атылған қайраткерлердің саны 50-дің үстінде. Әзербайжандардан атылғандардың саны 70-дің үстінде. Қырғыздан атылған 12-ге жетпейді. Тәжіктен атылған 4-5-дің шамасы. Ал Алаштан атылып кеткен адамның саны 25 мың. Элита 25 мың, IQ жоғары, білімді, прогрессивті, интеллектуал, инерциялы, мықты азаматтар. Бәрін атып тастаған, ұрпақ бала шағаларымен. Енді маған мынандай сұрақ қояды, Алашты атып тастады, яғни Алаш жеңілді деп. Жоқ, Алаш жеңілген жоқ, Алаш жеңді. Совет өкімет деген өкімет жоқ қазір. Ғұмыры қысқа болып қалды. Ал Алаштың ғұмыры әлі күнге дейін келе жатыр. Мен қазір Алаш деп айтайыншы, әрқайсыларыңыздың денеңізде тоқ соққандай бір сезім пайда болып жүріп өтеді. Алаш ұран, Алаш деген рух, Алаш деген ұлы сөз. Алаш сөзінің мағынасы жаугер, батыр деген мағынаны білдіреді. Алаш кісі деген отан азаматы деген сөз. Яғни человек отечества дейді, патриот деген мағынаны білдіреді. Ал алаң деген человек иностранец дейді, шетелдік дегенді білдіреді. Алаңдап тұратын адам. Алаштың азаматы деген осы, әрқайсымыз Алаштың азаматы болуымыз қажет. Сондықтан бүгінгі Міржақыптар, бүгінгі Ахметтер оянбай жүрсе, оған кешегі Ахметтердің кінәсі жоқ. Ол топас болғанына, есалаң болғанына, ақмақ болғанына ол Ахметтер кінәлі емес. Оған кінәлі сіз бен біз. Абай атамыз айтады: кімде-кім жаман болатын болса, соның ортасы виноват дейді. Сол сияқты әрқайсымыз кінәліміз. Әрқайсымыз сол Ахметтерді оята алмағанымыз үшін, сол Міржақыптарды қоғамға қоса алмағанымыз үшін кінәліміз.